Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіктер. Excel 6 сыныптың 4 модульдің 48 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын ең алдымен менің каналыма тіркелеміз, подписацияны басамыз, және де 10-15 минут уақытымызды бөліп, сабақты толық қарап шығамыз. Тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Сабақтың тақырыбы Booking tickets for a performance. Қойылымға билет брондау. Ең алдымен мына берілген нұсқауларды аударып алайық. Offering help, көмек ұсыну. How can I help you? Қалай көмектесе аламын? How can I be of help? Қалай көмегім тиеді? Inquiring, сұрау. I'd like, I want to book for. Мен белгілі бір нәрсеге билет брондағым келеді. I'm interested in booking. Мен брондауға қызығамын. Және белгілі бір нәрсеге брондауға қызығады. Are there tickets available for? Мен үшін билеттер бар ма? Мысалы, концертке, қойылымға, пьесаға, көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойылады. Giving information, ақпарат беру. I'm afraid there aren't any left for. Кешіріңіз, бірақ ешқандай билет қалмады деп ойлаймын. Қорқамын немесе. I'm sorry, but it's sold out. Кешіріңіз, бірақ барлығы сатылып кетті. Suggesting, ұсыныс жасау. How about the show? Мына қойылымға қалай қарайсың? Would you be interested in the show? Мынандай қойылымға қызығушылық танытар ма едіңіз? Agreeing, келісу. That is sounds okay. Бұл дұрыс сияқты. That would be fine. Бұл жарайды деп ойлаймын. That should be all right. Asking about prices, бағасын сұрау. How much are the tickets? Билеттер қанша тұрады? How much do the tickets cost? Билеттердің бағасы қандай? Тикет дегеніміз билет, ал cost деген бағасы деген сөз. Келесі exercise 1. Listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Сөздерді аудармасымен біліп алайық. How can I help you? Қалай көмектесе аламын? I'd like to book 2 tickets for. Мен 2 билет брондағым келеді. I'm sorry, but it's sold out. Кешіріңіз, бірақ барлық билеттер сатылып кеткен. How about the 9 p.m. show? Сағат 21:00-дегі қойылымға қалай қарайсыз? That sounds okay. Жақсы сияқты келісемін. How much are the tickets? Билеттер қанша тұрады? Enjoy the show. Қойылымды тамашалаңыз. Келесі exercise 2. Енді екінші тапсырманы орындайық. The sentences below are from a dialogue between a clerk and a customer. What does Maria want to do? Listen and repeat to find out. Төмендегі сөйлемдер кастомер мен клиент арасындағы диалогтан алынған. Мария не істегісі келеді? Тыңдап оқып біл дейді. Бізге мынаны біліп алу керек. Hello, the Palace Theater. How can I help you? Hi, I'd like to book 2 tickets for the Rose, please. Okay, when for? This Saturday at 6 p.m. I'm sorry, but it's sold out for 6 p.m. How about the 9 p.m. show? That sounds okay. How much are the tickets? They're 40 each. Right, I'd like to, please. Can I have your name, please? Maria Ibragimova. Right, Miss Ibragimova, your tickets are booked. You can pick them up. The box is half an hour before the show starts. Thank you very much. Enjoy the show. Енді аударып алайық. Сәлеметсіз бе? Пелас театры қалай көмектесе аламын? Сәлеметсіз бе? The Rose қойылымына 2 билет брондағым келеді. Жақсы, қай күнге? Осы сенбі сағат 6-ға. Кешіріңіз, бірақ 6-ға қойылымға билеттер таусылып қалды. Сағат 9-дағы қойылымға қалай қарайсыз? Жарайды. Билеттер қанша тұрады? Біреуі 40. Жақсы, 2 билет алайын. Атыңызды айта аласыз ба? Мария Ибрагимова. Жақсы.
Ибрагимова ханым, билеттеріңіз брондалды. Қойым басталардан жарты сағат бұрын кассадан алып кете аласыз. Үлкен рахмет. Қойылымды тамашалаңыз. Енді бізде жауап жазуымыз керек. What does Maria want to do? Мария не істегісі келеді? She wants to book 2 tickets to the play The Rose. Мария The Rose деген қойылымға 2 билет брондағысы келеді. Exercise 3. Listen to the dialogue again, take roles and read it aloud дейді. Мұнда бізге диалогты қайта қарап, тыңдап дейді. Өздерің сыныпта дауыстап оқып, рөлге кіріп ойнаңдар деп тұр. Exercise 4. 4-ші тапсырма. Imagine you want to attend the Romeo and Juliet performance in pairs. Act out a dialogue similar to the one in exercise 2. Көз алдыңа елестет дейді. Сен Ромео мен Джульетта қойылымына барғың келеді. Жұппен жұмыс жасап, екінші тапсырмадағыдай диалог құр деп тұр.